Ата мұра. Баяғыда бір шал болыпты. Дүние мүлік дегеннен бір даңғырасы, бір үрмелі кернейі ғана бар екен. Бүкіл өмірі ел аралап, ән салып, өнер көрсетумен өтіпті. Күндердің бір күні ажал жетіп, хал үстінде жатқан шал екі ұлын қасына шақырады да, үлкен ұлына даңғырасын береді. «Мынаны сен ал, даңғыра қағып күніңді көрерсің», дейді. Кернейін алып кіші ұлына ұстатады. «Мынау сенің еншің болсын, керней тартып тамағыңды асырарсың». Соны айтады да, қарт о дүниеге аттанып кетеді. Кенже ұлы ағасымен қоштасып, бағын сынамақ болып сапарға шығады. Келе жатып, бір қыстақтың жанынан өтеді. Қыстақтың сыртында шаруалар өгіз сойып жатыр екен. Олар өгіздің терісін сыпырған соң, құйрығын кесіп, лақтырып жіберіпті. Бозбала құйрықты алып, беліне қыстырады да жүре береді. Жүре-жүре бір ағашқа келіп жетеді. Ағаштың түбінде бір торғай тыпырлап жатыр. Бала торғайды көтеріп, қойнына салып, ары қарай жүріп кетеді. 3 күн, 3 түн тынбай жүріп, зәулім сарайды қоршай өскен, жайқалған бір бақтың қақпасына келіп тіреледі. Қақпаны қағып еді, сықыр етіп ашылды. Арғы жақтан бір дәу басын қылтитып, «Сен кімсің?» деп сұрайды. «Мен заңғалы дәумін», деп жауап береді бозбала. «Ал мен жаңғалы дәумін», дейді дәу. «Мені баққа кіргіз», дейді бозбала. «Бұл баққа кіру оңай емес. Әуелі мен сені сынауым керек», дейді дәу. Сөйтіп, екеуі сынасуды шаштан бастауға кіріседі. Дәу бір тал шашын жұлып алып, қақпаның сыртына лақтырып жібереді. Бозбала беліне қыстырған өгіздің құйрығын алып дәуге лақтырады. «Жуанын-ай, ұзынын-ай», деп таңырқайды дәу. «Енді тас атысайық». Дәу жерден үлкен бір тасты алып аспанға атады. Бозбала қойнындағы торғайды суырып көкке ұшырып жібереді. «Ту, күшті-ақ екенсің, тас көрінбей кетті ғой», дейді дәу, таңданысын жасыра алмай. Дәу ары ойланып, бері ойланып, «Ал қане, айғайлап көрейік, қайсымыздың даусымыз зор екен», дейді. Дәу бар даусымен барқ ете қалады. Ал заңғалы кернейін алып, алаңда ойналатын ащы әуендердің біріне салып, төңіректі күңіренте жөнеледі. Керней үні бақтың о шетімен бұ шетін шарлап кетеді. Амалы таусылған дәу бақты заңғалға тастап, тайып тұруға мәжбүр болады. Заңғалы бақты аралап жүріп, зәулім сарайға тап болады. Сарайдың алдында дәудің баласы ойнап отыр екен. «Айналайын, асыл тас пен алтындарыңды қайда тықтыңдар?» деп сұрайды одан заңғалы. Дәудің баласы сарайдың бірінші бөлмесінде 4 дәу, екіншісінде 3 дәу, үшіншісінде 2 дәу отыр, ал 4-шісінде 1 дәу ұйықтап жатыр. Қазына сонда, деп жауап қайтарады. Заңғалы сарайдың ішіне кіріп, кернейін гүлдетіп жібереді. Ащы дауыстан шошып оянған дәулер тым-тырақай қашады. Тек 4-ші бөлмедегі дәу ғана ұйықтай береді.
Заңғалы онымен күресіп жеңеді. Бөлменің ортасында құдық бар екен. Дәулердің күллі қазынасы сол құдыққа жасырылыпты. Заңғалы құдыққа түскенімен төбе боп үйілген асыл тас пен алтынды сыртқа қарай шығара алмай қиналады. Содан кейін қолға алып, сиқырлы бір әуенді қобылжыта тартады. Сол-ақ екен, қалған дәулер құлдық ұрып жетіп келіп, қазынаны бірін қалдырмай көтеріп алып шығады. Енді әлгі заңғалыдан жеңіліп қашқан дәуге келейік. Ол дала кезіп келе жатып бір түлкіге жолығады. Түлкі: «Ой, дәуім, кімнен қашып келесің?» деп жөн сұрайды. «Ойбай, атама Заңғалы деген бір бейтаныс дәу келіп, бауыр басқан бағымнан қуып шықты. Шашының жуанын-ай өзінің», дейді Жаңғалы ентігіп. «Қой, ол дәу емес, кәдімгі адам. Саған көрсеткені шаш емес, өгіздің құйрығы болар», дейді түлкі. «Қайдағы адам, дәудің нақ өзі», деп көнбейді оған дәу. «Аспанға тас атысып едік, ол лақтырған тас көрінбей кетті. Тастың орнына торғай лақтырған ғой ол қу», дейді түлкі. Айғайлап еді, құлағым тұнып, басым жарылып кете жаздады. Бақтағы құс біткен даусынан үркіп ұшып кетті. «Өй, ол айғай емес, кернейдің үні болар шамасы», дейді түлкі дәуге күле қарап. «Сенбесең жүрші өзің бағыңа қайтып барайық. Заңғалының жай ғана адам екенін дәлелдеп берейін саған». Ақыры түлкі дәуді зорға көндіреді. Онда да берік жіп тауып, бір ұшын өз мойнына, екінші ұшын дәудің мойнына байлап жол бастайды. Заңғалы бұлардың келе жатқанын көріп қалады да, кернейін ала салып, өкпесі жарылғанша өрлей жөнеледі. Жаудың үрейін ұшырып, құтын қашыру үшін тартылатын жорық әуендерінің бірінен соң бірін ойнайды. Зәресі зәр түбіне кеткен дәу тыпырақтап тұра қашады. Қосақтаулы түлкі тастан тасқа ұрылып, әрең дегенде аман қалады. Ал Заңғалы жасыл бақ, сәулетті сарайдың иесі болып, бақытты өмір кешеді.